Елордадағы қоғамдық кеңістік орындарының бірі Қабанбай Батыр көшесінен Самал шағын ауданына бара жатқандағы көпірдің сол жақ жағалауы қазір қалқыланған шатыры дайын. Жоспар бойынша бұл жерде театрландырылған қойылымдар, концерттер, шығармашылық кештер өтеді. Жалпы жөндеу жұмыстары апта соңында аяқталу керек. Осылайша шағын сахна және тамақтану орындары пайда болады. Әткеншектері бар ойын алаңы ашылады. Адамдарға арналған қала тұжырымдамасы бойынша қол жетімді кедергісіз орта құрылады. Көпір астында жаяу жүргіншілер үшін пандус салынады. Ал жағалау бойындағы веложол Елорданың барлық саябағын байланыстырады. Егер сіз жүруден шаршасаңыз, Ататүрік саябағына келіп, мынадай гамак аспалы торға отырып, арқаны кеңге салып, тынығып алуыңызға да болады. Мұнда 15-ке жуық гамак орнатылған. Сондай-ақ биыл саябақта 300-ден астам түп тал-терек отырғызылды. Йогаға арналған алаңға дейін қамтылған. Бірқатар саябақта скейт-парк пайдалануға берілді. Жалпы осы жылы шаһарда 40-тан астам қоғамдық кеңістік абаттандырылды. Тұрғындарға ұнап жатыр. Благоустройство отличное. Абаттандыру жұмыстары жақсы жүргізілген. Бірден байқалады. Осыдан 2 жыл бұрын мұндағы көрініс жұпынылау болатын. Преображается город. Қаламыз көркейіп келеді, таза ауада серуендеген ұнайды. Как ощущение? Шикарно. Керемет. Қасымнан кетпей мені 1 сағаттай тербетіп тұра аласыз ба? Қазір менде түскі ас уақыты. Қала әкімдігі ғимаратының алдындағы алаңда көгалдандырылып жатыр. Қазіргі таңда субұрқақ кешен мен амфитеатрдың құрылыс жұмыстары жүруде. Ал Ақбұлақ өзенінің жағалауында оқытушылар мен құтқарушылар сквері ашылды. Қалалық урбанистика орталығының басшысы Елнар Базыкен былай дейді. Біздің басты мақсатымыз осындай кеңістіктерде халыққа ыңғайлы, жайлы болу үшін және қызықты болу үшін соны жасаймыз. Әрбір қоғамдық кеңістікті жасағанда біз қоғамдық талқылауды өткіздік. Халықпен сөйлесіп, бірлесіп жасадық. Мысалы, биыл біз тағы да мұғалімдер алаңдарды салдық. Ол Евразия ұлттық университеттің алаңында орналасқан. Мұнда біз көп тауды ектік. Білім беру мекемелерінің алаңында ашық аудитория аумағы пайда болмақ. Онда мұғалімдер кез келген уақытта оқушыларға сабақ беріп, ата-аналарымен жиналыс өткізе алады. Мейірлан Алтынбек, Диас Қовланбаев, Болат Абдуллин, Хабар 24, Елорда.